Жалпы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін біз жылына бюджеттен 60 миллиард теңгеден астам қаржы бөліп келеміз. Бұның ішінде жаңа айтқандай сол ірі мемлекеттік телеарналар бар, газет журналдарың бар, түрлі сайттарың, баспасөз. Алайда отандық ақпарат нарығын біз әлі күшейте алмай келе жатырмыз. Ақпарат соғысы жеңіліп жатыр деп айтсақ болады. Өйткені мемлекеттік тапсырыс жаңа айтқан гранттарды нақты тақырыптық бағыттарға беру керек дегеніне үнемі айтып келе жатырмын. Не нәрсені біз дәріптеуіміз керек? Ол лотта ашық жазылу керек. Егер ашық жазылатын болса, жаңа айтқандай тәуелсіз басылымдардың барлығы өз-өзінен қатысар еді. Міне сол кезде бізде бәсекелестік болады. Қазір енді дайын мақалаларға репост жасайсап, миллиондарды ауадан игеріп отырған қаншама сайттар бар. Оның атауын менен жақсы білесіз. Және Ермұрат Бәпи мырза айтқандай, аудандық облыстық газеттерді оқысаң да сол әлі күнге дейін әкім анда барды, мында барды деп мақтау сипатынан аса алмай келе жатырмыз. Бұл бір мәселе. Екіншіден, біз мемлекетпен үкімет деген ұғымды шатастырып алған сияқтымыз. Бұл үкіметтің тапсырмасы емес, бұл мемлекеттік тапсырыс. Бірақ біздегі ақпарат құралдары шын айту керек. Әлі күнге дейін үкіметті еш сынауға болмайды, олардың айтқанын ғана істеу керек деген қағидадан аса алмай келе жатыр. Мына президент айтқан олигополия, жемқорлыққа қатысты терең зерттеу материалын жасауға мына Хабар Қазақстанның журналистердің сауаты жетпейді емес, жетеді. Бірақ мойындау керек. Цензура бар бізде. Мемлекеттік бақтың негізгі мақсаты біртұтас құндылықты қалыптастыру, яғни ешкімді алаламайтын, ешкімді бөлмейтін қоғам құру ғой. Біз салықтан ақша төлеп отырғаннан кейін қоғамның әр мүшесі өзіне қажетті өзекті мәселелерді тыңдау керек. Ақпарат құралдары үшін мемлекеттік тапсырыс, цензура құралы, сөз бостандығын шектеу әдісіне немесе мақтау сипатына айналмау керек. Баспасөзді байлап ұстасақ, бұл әділетті, ашық, демократиялық қоғам құра алмаймыз. Сондықтан лоттарда ашық жазу керек. Осы нәрсеге баса назар аударуларыңызды сұраймыз ертең. Рахмет. Бұл ұсыныс ретінде болар, Мақсат Мәлікұлы. Бұл шынымен де мынау жүйені біз өзгертіп жатырмыз. Мемлекеттік ақпарат тапсырысты гранттық қаржыландыру мәселесінде осы өзіңіз ескеріп отырған мәселелердің бәрі қарастырылатын болды. Ол жаңағы тақырыптық, оны жаңағы ашықтығы, оның тиімді қаражатты тиімді пайдалану мәселелердің барлығы қамтылатын болады.